Әлихан Бөкейхан. Қамауғаларда бас аяғымды қалтырмай тінтіп шығып, сонына қолымдағы портфелімді алғандарына қатты абыржып қалдым. Оның ішінде Абайдың баспанаханаға өткізейін деген қолжазбасы болатын. Түрмеде өзімді қанша ұстап жазаласа да, маған бәрібір. Тек Абайым сақталса екен дегеннен басқа ойыма еш нәрсе кірген жоқ. Тек арыз арқылы соны естеріне салдым. Ал кісі түрмеде қарап отыра алушы еді, қолыма алған еңбекті аударып тастайын деп жұмысқа кірісіп кеттім. Мезгілдің қалай тез өткенін байқамай қалыппын. Бір күні түрме бастықтары келіп, сіз Бөкейханов мырза, абақтыдан босатылдыңыз, жолыңыз ашық, шығыңыз дегенде мен түрмеден әзір шықпаймын, жұмысымды бітіргенім жоқ, біраз күн отыра тұрайын дегенде әлгілер сенер-сенбесін білмей, это ваше дело, пусть будет так деп шығып кеткен еді. Ер ел үшін туады, ел үшін өледі.